Сәлематсыздар ма достар? Мен бүгін сіздерге осындай өзіміздің қазағымыздың ашыған көжесінің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Қазіргі ыстық кезде жаздың күні таптырмайтын сусын және ағзамызға пайдалы, жай тәтті су керек емес сусындарды ішкеннен гөрі. Міне бірінші біз суымызды аламыз, оған дейін біз перловкамызды алып тазалап жуып аламыз. Шаңнан бәрін ішіндегі ласын кетіріп жуып аламыз. Достар, менің каналыма жазылмасаңыздар жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің шығарған видеомды бірінші болып көресіздер. Міне перловканы жақсылап жуып аламыз, сосын қазанға құйған суымыздың үстіне саламыз. Қазаным менің 7-8 литрлік, а перловкам оған салған 200 грамм. Жақсылап суып, ішіндегі болған жаман ластарын түгел алып тастаймыз. Сосын отқа қойып қайнайтын кезде, енді қайнап бастағанда мен тұзын саламын. Енді бір қайнағаннан кейін бетіне күріштен жасасақ та, перловкадан жасасақ та бетіне көбігі шығады, лас көбігі шығады, соны міндетті түрде алып тастаймыз. Оның алып тастап, одан кейін 10-15 минут қайнатамыз. Қазанның бетін жартылай жауып қойсаңыздар да болады, жаппасаңыздар да болады. Мен жартылай жауып қоямын да 15 минуттай қайнатамын. Одан кейін бөлме температурасында суытып алып, үстіне мен дүкенде сатылатын таң болмаса тандемдің құям. Осы мен дайын болған қазаныма бір тандемді мен 2-ге бөліп құямын. Біреуін түгел құйсаңыздар да болады. Маған бірақ жартысы жеткілікті. Міне біздің өте дәмді сусынымыз дайын. Осыны енді мұздатқышқа қойып іше береміз. Менің отбасыма ұнайды. Сіздер де жасаңыздар, жаздың күні мына ыстықта таптырмайтын сусын бізге. Менімен бірге видеоның ақырына шейін болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Сол кезде мен алда да шығаратын өте қызықты рецепттерді жіберіп алмайсыздар. Сіздермен болған үміткен. Келесі видеода мен осындай әдемі, дәмді баунти балмұздағының рецептісімен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін жазылып қойыңыздар.